жерім, Ақшием бал бұлағым, көрік қосқан көркіне іле ауданның. Ата тегім есімімді естіртейін, қанат қызы Әбдікерім Мадинам. Білімменен адамның жаны бірге. Білім бізді жетелейді жақсы күнге. Есімімен аталатын Тоқаш Бокен. Мен оқимын 41-ші орта мектебінде. Алып білім, ақыл ойым шынығуда. Мен оқимын 6-шы А сыныбында. Ұстаздардың ақылын тыңдап өссек, арманның да жетерміз тұғырына. Сарыкөл қыс мұрынды мекендеген, Шохан деп бабамыздың аталуы әжесі екен, Шоханым деп еркелеткен. Бабамыз бір Аллаға бағынушы, қазақтың мәдениетін ағартушы, фольклоршы, этнограф, географияны халқына жан тәнімен таратушы. Шындықты өлеңіммен жарастырдым, шабытымды шындықпен табыстырдым. Алып тұлға айбынды бабамызды сіздерменен осылай таныстырдым. Бауырлар, бабамыздан үлгі алайық, ізін басып ілімнен кем қалмайық. Бірлігіміз жарасқан елімізде бір ауызды, бір тұтас, бір болайық. Ел қатарлы егемен еліміз бар, бабалардан аманат жеріміз бар. Шекараны бекендеп шегелеген, көзі тірі асқар тауды еріміз бар. Жаздым өлең осылай тебіреніп, елім десем кетемін еміреніп. Бірлігіміз нығайып бауырларым, көк байрақты жүрек желбіретіп. Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені